Сәлем, 5 есе жылдам оқы сабағына қош келдіңіз. Сабақты бастамас бұрын мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Нұрберген Бақытұлы, жылдам оқитын адаммын. Соңғы 3 жылдың ішінде 500-ден астам кітап оқыдым. 1000-нан астам адамға кітап оқумен есе сақтауды үйретіп жатырмын. Және де хоббиім кітап оқу, спорт және де сабақ беру. Қарапайым тілмен айтқан кезде сізге 10 есе тез әрі түсініп оқуды үйрететін адаммын. Ендеше танысып өтсек, мынаған қараңызшы. Егер сізде осы проблемалар бар болатын болса, мұқият тыңдаңыз. Мәселен, кітап оқығанда ұйқы келу, есінеу, оқығанды тез ұмыту, ой бөліну, тұрақсыздық, бастап тастап кету, жалқаулық, еріншектік деген сияқты проблемалар бар болса, онда сіз бұлай ешқашанда жасамаңыз. Қалай десеңіз, бұл проблемалармен күресу. Бұл проблемалармен күресуді тоқтату керексіз. Неге дейтін болсаңыз, сіздегі ең үлкен проблема ұйқы келу, ой бөліну, бастап тастап кету немесе жалқаулық емес, сіздегі ең үлкен проблема кітапты баяу оқу. Қашан сіз осы мәселені шынайы түсінесіз, сонда сіз кітапты өте жоғары жылдамдықпен тез әрі түсініп оқи алатын боласыз. Ал егер сіз жаңағы айтқан ұйқы келу басқа да мәселелермен күресетін болсаңыз, сіз күресіп жүре бересіз, ол мәселелерден де құтылмайсыз, кітапты да оқымайсыз. Ал енді неге баяу оқу деп жатырмын? Елестетіп көріңізші, егерде мен сізбен осылай баяу сөйлесетін болсам қандай әсердесіз? Сет ұстап қалғып, еле болмаса интернет қатып қалған жоқ. Мен жаңа өте баяу тонда сөйледім. Сол кезде сіз қандай әсерді сезіндіңіз? Әрине жалығасыз, ішіңіз пысып кетеді, ұйқыңыз келіп кетеді, жалығып кетесіз. Енді елестетіп қараңызшы. Сіз кітапты өте жай, баяу оқып жатқан кезде сіздің миыңызда дәл осындай сезім болады ғой. Енді сіз ойланып көрдіңіз бе? Осындай ой болатын болса, осындай сезім болатын болса, сіз қалай кітапты көп оқисыз? Айтыңызшы, сіз қалай кітапты жылдам, керемет, есіңізде сақтап қалай сіз оқисыз? Әрине оқымайсыз, себебі сіз баяу оқып жатырсыз. Бұл туралы сізге мектепте де, университетте де, отбасыңызда да, ортаңызда да, жұмыста да ешкім еш нәрсе айтпайды. Минутына 1000 сөз оқитындар, жылына 100-150 кітап оқитын адамдар сіздің айналаңызда жоқ. Немесе ондай адамдармен көп араласпайсыз. Соның нәтижесінде сіз өте баяу оқисыз және де бір кітапты созып оқып жүре беретін боласыз. Сіз қашан осы баяу оқу ең үлкен проблема екенін түсінесіз, сіз жылдам оқуға бет бұрасыз және де кітапты жылдам әрі түсініп оқудың жолдарын іздестірсеңіз, сіз сөзсіз кітап оқудың ләззатына, кітап оқудың рахатына түсетін боласыз. Ал оған түсетін болсаңыз, сіз кітапты өте жоғары жылдамдықпен тез әрі түсініп оқисыз. Енді бұл жердегі шешім не нәрсе? Әрине кітапты тез оқу, жылдам оқу. Енді көп адамдар ойлайды, мен мына бір ай созып оқып жүретін кітапты қалай бір аптада бітірем? Бұл сиқырлы таяқша бар ма? Немесе қалай ол, как это возможно дейді? Негізінде бұл мүмкін. Өйткені кітапты жылдам оқудың екі жолы бар. Бұл екеуі негізі ажырамас бөлік десек болады. Біріншісі, көздің көру аймағын ұлғайту. Сіздің көзіңіз өте тар аймақты көреді қазір, соның нәтижесінде кітапты өте жай оқисыз. Мысалы қараңызшы, сіз осындай кітап бар делік. Осы кітаптың мысалы біз бетін ашатын болсақ, мына бір қатарда сөздер болады, бір сөз, екі сөз, 3, 4, 5, 6, 7 деген сияқты. Сіз қазіргі таңда осы бір қатардағы сөздің бір-екеуін ғана оқисыз, көрдіңіз ба? Ал сіз осында бір қатарды бірден оқып кетсеңіз не болады? Ал егерде оны 3-4-еуін қосып оқысаңыз ше. Мысалы, мына жарықты ойлап тапқан Томас Эдисон деген ғалым кітапты оқыған кезінде 3 қатарды қосып оқи алған екен. Ал сіз қазір бір қатардағы 3 сөзді қосып оқи аласыз ба? Әрине жоқ. Яғни көпшілік адамның көздің көру аймағы өте тар десек болады. Ал екінші жылдам оқудың жолы, бұл жылдам оқудың техникалары. Яғни бізде түрлі жылдам оқудың әдістері бар ғой, соларды ертерек үйрену. Яғни біз проблеманың баяу оқуда екендігін түсінеміз, түсінгеннен кейін бізде не шығады алдымызда?
әрине кітапты жылдам оқу шығады, бірақ жылдам оқудың дұрыс техникаларымен үйрену керексіз. Мына интернеттегі болмаса басқа да сабақтардағы емес, именно нәтиже беретін, гарантиямен дайындайтын сіз сабақты алу керексіз. Өйткені интернеттегі көптеген жылдам оқудың әдістері сізге, сіздің деңгейіңізге сай емес. Олар 5-ші, 10-ші, 15-ші деңгейдегі техникалар. Оны сіз мұғалімсіз жасау деген мүмкін емес. Ал сіз өзіңіз минутына 100, 120, 150 сөз оқып жүрген адам 15-ші деңгейдегі техниканы жасай аласыз ба? Әрине жасай алмайсыз, себебі сіздің деңгейіңіз 1-ші деңгей болып тұр. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз не істеуіміз керек? Сапалы білім алуымыз керек. Енді сіздерге осы кітапты жылдам оқу есте сақтауға байланысты бір енді ақпараттар түсінікті болса, ақпарат пайдалы болып жатса, біз сергіту жаттығуын жасап алайық. Енді мына жерде назарыңызға түрлі түсті жазулар беріліп қойған сергіту жаттығуы. Бұл жаттығуды қалай орындаймыз? Бұл жаттығуды орындаудың жолы мына жерде қарап тұрғаныңызда қызыл, жасыл, көк, ақ деген сияқты сөздерді жазып қойған, бірақ бір қызығы мына тұрған сөздер мына түсіне сәйкес емес. Яғни біз бұны қалай орындаймыз? Біз бұны түстерін айтып шығамыз. Ал мынау жазулары сізді шатастыру үшін беріліп қойған. Бұл жаттығу неге көмектеседі десеңіз, миды оятуға, есте сақтауға және зейін қоюға, яғни концентрация, внимание, фокус қоюға жауап береді. Яғни біз бұны қызыл, жасыл, көк, ақ, қара, қызыл деп орындап шықпаймыз. Біз бұның түсін айтамыз. Яғни қара, жасыл, қызыл, көк, қызыл, қызыл, жасыл, сұр, көк, сары, қызыл, сары, қызыл, қара, жасыл, күлгін, сары, жасыл, қызыл, күлгін. Яғни біз осы тез айтамыз. Яғни бастапқы уақытта енді қателесіп қаласыз, қара, жасыл, көк деген сияқты. Жоқ, олай емес. Қызыл, жасыл, қызыл, көк. Яғни уже көрдіңіз ба? Менің қызылым қате болып кетті ма? Значит, мен тағы да не қыламын да? Жасыл, көк деп жүрсем тағы қате болады. Сонымен не істеймін? Қара, жасыл, қызыл, көк. Көрдіңіз ба? Дәл осындай жылдамдықта қара, жасыл, қызыл, көк, қызыл, қызыл, жасыл, сұр, көк, сары, қара, сары. Бұдан да тез айтып дайындалатын боламыз. Ендеше осы жаттығу сізге қызықты болса, түсінікті болса, онда назарыңызға мынаны айтайын. Шынайы жылдам оқығысы келетін жандарға мынадай бір керемет сіздерге ұсынысым бар. Егер сіз бір айда 10 кітап оқығыңыз келсе, есте сақтауыңызды арттырып, жұмыста өсіп, сөздік қорыңыз артып, қиялыңыз шарықтап, шексіз білімді бойыңызға сіңіруді армандасаңыз, біз сізге керемет промный сабақ дайындап қойдық. Промный сабақ дегеніміз бұл қазақша сынама сабақ десек те болады. Яғни арнайы сынама сабақты сіздер үшін дайындап қойдық. Ол жерде сізбен жеке сабақ өтіледі және тікелей эфирде әдістер үйретіледі. Және 4 бағыт бойынша 6 жаттығуды жасап, сіздің деңгейіңізді анықтайтын боламыз. Ойланған жанға ең құнды ақпараттар айтылатын болады. Яғни промный сабақ дегеніміз сізбен жеке өтілетін сабақ, топпен бірге у-шулап, дайын сабақты жіберіп тастап көріп ал, болмаса жақсы деген нәрсе болмайды. Сізбен арнайы уақытын белгілеп ойлап көріңізші. 1 сағатта сұрағыңыздың барлығын қоясыз. Осы уақытқа қандай кітап оқысақ болады, сөздік қорды қалай арттырамыз, есте сақтауым нашар, оны қалай дамытамыз деген сияқты сұрақтардың барлығына жауап беріп, өте керемет кітап оқуға махаббатыңызды ашатын боламыз. Енді промный сабақтың бағасы қанша? Промный сабақтың бағасы небәрі 1990 теңге. Иә, 10 мың, 15 мың теңге емес, небәрі 1990 теңге. Сіз бұл ақшаға бір рет қарын тойдыруыңыз мүмкін, немесе өмір бойы керекті білімді алсаңыз да болады. Енді бұған қалай қатысамыз? Айтпақшы, айта кететін нәрсе, бұл баға тек қана менің оқырмандарыма, я болмаса осы видеоны көріп отырған жандарға ғана арналған. Дәл осы видеоны көріп болған соң, маған жекеме сабақ деп инстаграмға жазып жіберсеңіз, сізге төлем жасау жолымен байланыс нөмірі шығатын болады. Енді бұл айтқан кезімізде сол осы видео сізге жіберілген дайрект бар ғой, сол жерге сабақ сөзін жібересіз. Енді осы жерде мен отзывтармен бөліскім келіп отыр. Яғни біздің сабақтарымызға, промный сабаққа қатысқан кісілердің отзывтары. Бірінші отзыв: Нұрберген балам, есіміңді кім қойса да Алла дәл саған бұйырған есім екен. 1000 алғыс. Бірінші сабақты тыңдап болып, жоспарымды жасайын деп отырмын. Айналаңа пайдалы болып, нұрыңды молынан бере бер. Көріп отырғаныңыздай өте керемет отзыв қалдырған. Екінші отзыв: сабақтар өте керемет.
Рахмет, түсіндіруіңіз де тамаша, қатты ұнап жатыр. Ендігі шаруа өзіммен жұмыс болып тұр. Міне, жеңімпаз адамның ойлау жүйесі осындай болады. Енді келесі отзыв. Негізі мен басында бір жылда 100 кітап оқу дегенге сенбеген едім, бірақ курстан кейін жылдамдығымды арттырып, минутына мыңдаған сөз оқитын дәрежеге жеттім. Әрі жылдам оқығанмен қатар 100% түсінікпен оқуды үйрендім. Нұрберген ағайға алғысымды жаудырғым келеді. Кітапты жылдам оқу арқылы білім қоржынымды арттырып жатырмын. Барлықтарыңызға рахмет дейді. Келесі отзыв бізде өте керемет отзыв. Желтоқсанда жаттап алып ем, ұмытып қалып Енді келесі отзыв. Желтоқсанда жаттап алып ем, ұмытып қалып ренжіп жүрген едім. Бүгін таңмен еске түсті. Ұстаз шәкіртімен мақтанады деп мақтана беріңіз. Қосқан үлесіңізден жақсы нәтиже шығып жатыр дейді. Ал келесі отзыв вообще супер десем болады. Қызымды ұзатқанда өлең жаттап, сол бойы ұмытып қалып едім. Сол өлең еске түсті. 6 жыл бұрынғы дейді. Ойлаңыздаршы, 6 жыл бұрынғы жаттаған нәрсесі есіне түсіп жатыр. Міне нағыз нәтиже десек болады. Егер де сіз де осындай керемет нәтижеге жеткіңіз келсе, кітапты тез әрі түсініп оқып, өмірдегі жетістіктердің барлығына оңай, тез әрі керемет жеткіңіз келсе, дайректке сабақ сөзін жіберіңіз. Мен сізге толықтай ақпаратты беретін боламын.